менің қаным тебіренсе тентек Каспий секілді, қинайтұғын ұймайтұғын арнасына сыймайтұғын қайтадағы. Ұнатады шыңға көңіл шырқауды, таулары жоқ төбемізден бұл тауды, толағай боп туылмадым әттең ай, Атырауға әкелерем бір тауды. Шындырманда төбесі көк сөз күлер, экраннан эбереске өздігер, обанадыр адырларды төбелеп, төбелерді тау деседі бездігер. Тау аңсаған табыл осылай деп жырлайды. Қазір табыл досымыптың әсерлі әндері мен әдемі әуені қазақ елінің әр ауылы төрінен асқақтай естіліп жатады. Жаныңды елткен, сан түрлі сазбен құбыла түсетін, сүлік қарадан сауылған әсері басылмайтын әуен. Халықтық дәстүрден нәр алған табыл шығармалары, көкірегіңе көнелі кезеңнің әні қонақтаған аға буын өкілдерін, өзімен қатарлас өсіп, екі дәуірдің өнеріне байланған өз замандастарын, бүгінгі әлемдік цивилизациямен өсіп жатырған жаңа буынның сұранысына жауап беретін дүниелер. Бүгінгі қоғамды сұрапыл өнер иесі табылдың әндері тербетіп тұр. Табыл туралы айтқан кезде, мен өткен ғасырда өмір сүрген, өткен ғасырларда әлде бір соншалықты алыс, қол жетпейтін, жұмбағы мол адам тұлға туралы айтып отырғандай күй кешемін осы күні. Ал сол табылмен бір топырақта туып өсіп, ес білгеннен кейін де, оның сонау дендердің тар көшелерінде арпалысып жүргенін, жанарындағы бақытсыздықты, бітпейтін бір сағынышты, оның ешкімге ұқсамайтын болмысын көріп өскендігім бір түрлі жалған секілді. Өйткені табыл мәңгіліктің керуеніне көшіп үлгерді қазір. Табыл туралы ол дүниеден өткеннен кейін жаңа леппен айтыла бастады. Қаншама фильмдер түсірілді, естеліктер жазылды. Жалпы ол көзінің тірісінде аңызға айналып үлгерген адам болатын. Ол мына біздің дендер деген жалпы осы Атырау өңірі өзінің топырағына, болмысына, табиғатына біткен асаулық, батырының өзі ақын, ақынның өзі батыр, бір жыраулық, жауынгерлік, жорық жырларын айтатын жыраулық дәстүр бірнеше ғасырдан бері тінін үзбеген өңір ғой. Сонау Асан Қайғыдан Қазтуған мен Доспамбет бар, Махамбетіміз бар. Енді одан бергі күні кеше 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің алып шоғырында тұрған Хамит, Жұмекен, Фаризаларды, Меңдекештерді айтқанның өзінде олардың өз ортасына ерек көрінетін найзағай болмысы туралы жиі еске алынады. Табыл дейтін осы сұрапыл керуеннің заңды жалғасы, мүмкін жыраулардың, жорық жырауларының соңғы тұяғы болуы да мүмкін. Оның көз тірісінде мен Алтын Орда газетінде болмысы бөлек бард деген мақала жазған болатын. Осы кезде мен жалпы табылды тұңғыш барды деп айтады, қазақтың бард өнері туралы, жалпы бардизм туралы көбірек оқыдым. Сол кезде оның өзі сонау кельттердің гитараға қосып айтатын бағанағы үлкен дәстүрлі жыр мектебі екендігін білгенмін. Одан кейін табылдың өзіне сұрағанымда, біздің қазақта да бұл бар, бардтық өнер деген, ол жыраулық өнер түрінде бар. Жауынгерлік, патриоттық,
тақырыпты жырлаған жыраулық дәстүр, кешегі қазтуғандар, доспанбеттер, махамбеттер дегеніміз таза өзі орындайтын, өзі шығаратын, жырдың сөзіне де әуеніне де өзі еге адамдар еді ғой деп айтқаны есімде қалыпты. Бүгінде ғаса танымал бард әншіге айналған Табыл Досымовтың жырларында кәдімгі биік таудың образы ерекше орын алады. Тауы жоқ аймақта өскен ол, обаны адырдай, адырды төбедей, төбені таудай көріп тебіренеді. Таусыз дала дендерде ғұмыр кешкенімен, өз үні қалған алыстағы алып алатауын сағынады. Ақыры тау аңсаған Табыл өз тауын, ал тауы өз ақынын іздеп тапты. Тапты да көкірегі бусанып, байып таба алмай жүрген бартын таудай тұлғаға айналдырды. Басқа таулардан ерекшелігі бұл жаңа түзілген жас тау, жылдар алмасқан сайын биіктей беретін болашақтың тауы, оқта текте жанар таулары, атқылап тұратын тентек тау. Енді Табыл жырларын мен өзім екі түрлі қарастырамын. Біріншісі бағанағы оның ешбір арнаға сыймайтын асау поэзиясы, азаматтық лирикасы. Ол сонау 21 жасының өзінде әлгі әйгілі Мен қазақпын деген толғауын жазып, желтоқсан көтерілісінде басы дауға қалған жігіт қой. Сол кезде содан басқа ана Гурий Назаровтың рухымен сырласу, тағы басқа көптеген өлеңдері биіктігі болсын, оның аса биік тұғырдағы азаматтық болмысын, бабалардың бағанағы бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген өрлігін көрсетеді. Екіншісі сондай мөлдір лирикасы. Әсіресе лирикалық әндері, әсіресе Фариза апамның сөзіне жазылған лирикалық әндері бұл бірнеше 10 жылдар бойы талай қазақтың қыз жігітін тербетіп келеді ғой. Өзінде тамаша лирикалық шығармалары бар. Ана өзінің сөзіне жазылған, Сағат Абдуғалиевтің сөзіне жазылған, Светқалидың сөзіне жазылған керемет әндері. Бұл оның тек қана өршіл рухты жырау емес, соншалықты нәзік жүректің иесі екендігін көрсетеді. Жалпы біздер әдетте үлкен тұлғалар өмірден өтіп жатқанда бағанағыдай айтамыз, сол бағанағы өзінің екінші өмірі басталды деп. Мен сол кездің өзінде Табыл екі өмірде жүргендей көрінетін. Яғни оның бағанағы раздвоение личности дейді орыстар. Оның өзінің болмысының өзі тірісінде екіге жарылып кеткендей көрінетін. Тіпті маған ол сол көзі тірі бағанағы дендерде жүріп ақ, ол біртүрлі маған бұл дүниелік емес болып көрінетін. Себебі бүкіл отырысы, адамдарға қарағаны біртүрлі тәкаппар, бірақ жұмсақ. Бағана бір қолының үстіне салып алып, бұлқиып отыратындығы, кейбір бағанағы қылықтары, сөздері, оның осы өзі өмір сүріп жүрген ортада тәні барда жаны жоқ екендігін көрсетеді. Әдетте айтады ғой, адам өзі таңдайды тағдырын. Ол тынышсыз тағдырды, сол жан арпалысын тағдырынан өзі таңдап алды деп ойлаймын. Егер ол қаласы Алматыда да, Астанада да, өзге де мәдени ортада, яғни әдеби ортада жүре алатын еді, егер қаласа. Меніңше ондай ду-думанды оның жаны қалаған жоқ. Оның көксегені мүлде басқа нәрсе деп ойлаймын. Әсіресе Марат Отарәлиевке арнаған элегиясында тыңдасаң, оның жаны мүмкін сол Мараттармен, Меңдекештермен, Сағаттармен бірге сол кездің өзінде өзге кеңістікте, өзге өлшемде жүрген болуы әбден мүмкін. Тауылдары таудан ағыз сырбаздай, жүздерінде шабыт оты жүрмаздай, біздің қырда қыдыр сегер бір жаздай, талай ақын кетереді жыр жазбай. Ал талаштың алыптары берседем, таусыз ғұмыр кешеріме мен сенем, биіктікті айналайын туған ел, қыраныңның қанатымен өлшеген. Тулағанда жасқанда, құлашырмай тауға шыңға асқарған, қыр баласы тауға қарап өспейді, қыр баласы қол созады.
сазады аспанға. Бейіттің сөзі, негізі сөзі 83, 82, 84 шамасында сол армияның басында жазылған әндер өлеңдер болып кетті деп ойлаймын. Менің жалпы туған жер байланысты осы бір шоғыр өлеңдерім бар. Соның ішіндегі манаға бейіттік бір ән шоғыр болып есептеледі. Кейін әнге айналған. Мен оны жалпы білмеппін, өзімнің бір кодексіме айналады, сол табылды, сол ән танытады, сол әнмен сол табылды, сол қазаққа танылады деп ойламаппын. Енді біздің батыс регионда, Қазақстанның батыс өлкесінде, табы жоқ өлкеде, намысы биік өлкеде, осы биіктік әнін қадірлейтін азаматтар бар, ұл-қыздар. Соның арманында жүрген ән болуы мүмкін. Елге оралғаннан кейін осы индердің өзінде мәдениет басқармасында басшы болып істеді. Үлкен ел үшін жұмыстар жасады. Махамбеттің рухы үшін Қаройдың басында өтетін үлкен шаралар, жалпы Махамбет рухын халқымен қайта табыстыру, болмаса Баламайсан, болмаса тағы басқа біздің дендердің толып жатқан ескерусіз, елеусіз кеткен дарынды ұлдары, осылар туралы ізденістері, дендердің бағанағы шатқалды, таулы тасты, өлкесінің тарихы, сонау нарын құмы, осының бәрін тынбай кезіп, олар жөнінде көп нәрселер білетін. Менің енді бір қуанатыным, екінші бір қуанатын нәрсем, оның артында үлкен мұрасы қалды ғой енді. Үлкен дейтін себебім, аз да болса саз жазған автор, шығармашылық иесі, сол мұрасы қалды. Екіншіден, Құдай оған Абылдай тамаша перзент сыйлады. Енді Құдай тіл көзден аулақ қылсын. Абыл дейтін әкесінің ісін жалғастырып жүр қазір. Әкесінің әндерін насихаттап, соның үнімен, соның дәстүрімен, осы таза Табылдай әкенің, Табылдай ақынның ұлы екендігін дәлелдеп жүрген осы Абылдың туы жығылмас екен, жаны жамандық көрмес екен деп тілеймін. Алып тұлғалы Табылдың жұмыр саусақтарына шыдас бере алмаған гитараның шегі ара-тұра үзіліп тұратын. Бұл жолы қатты үзілді. Бір жола үзілді ме деп өнер сүйер қауым қатты қапаланып едік. Олай болмады. Құдай қолдады. Ұлы Абыл әке жорғасын мініп, жүйріктердің тобына қосылып, бір бұрышта тұрып қалған сұлық қара сарнай қайта шырқап кетті. Октябрь таңы арайлап атты, нұрлы еді қандай таңғы қыр. Шапағын шашқан большевиктердің жалауларындай қан қызыл. Тамаша таңмен таласа тұрып, адасты қанша сан тағдыр. Тамаша таңмен таласа тұрып, жарасты қанша сан ғұмыр. Тартыспай-ақ гамзатыптай көкеммен, тау ұлы емес қырылы боп өсеммен. Осы қырда төбешіктей аналар, дүниеге таудай ұлдар әкелген. Дендер еліне қуана қауыштық. Табыл табынған, жырын жырлап сабылған Мұрат Мөңкеұлы баба ескертші. Сүлей ақын тұлғасы мен мұндалайды. Сұңқардайын сыланған сол құдіреттен сәл алғадымдап, Табыл тұғырына бас иіп тұрмыз. Жанымдағы ақсақал, тауды аңсаған Табыл, мәңгі жасай бер деп, көз жанарын жасқа толтырды. Бұл қуаныштың, аңсаудың, сағыныштың көз жасы еді. Жоқ деңдер мені, тумағым жақтан шашасын қандап. Шыңғырып жетсе кербестім, күтпеңдер мені, сөкпеңдер мені. Кегімді мен де дұшпанға бермеспін. Өйткені марқұм
Махамбет менен жерлеспін, ер шабай менен елдеспін, талай дүріңнің арынан басқан нарынғым деген жерде өстім. Еркекпін деген, тентекпін деген талайларың менен белдестім. Алаштан асқан ал оғыт біреу болмаса, жолымды менің кесіп көру керек енді ешкім. Мен кеттім. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кешегі өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен, біздің елдің ұлтаны. Ерте туып, еш заманның маңдайына